Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып етістіктің түрлері. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты, немесе не істеп, қайтып, не істесе деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктің түрлері тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Мысалдар қарастырсақ, негізгі етістік, мысалы, айт, аш, тұр, кет деген сияқты. Туынды етістік, мысалы, баста, шегеле. Мағынасына қарай етістік негізгі, мысалы, сал, жаз, кел, бар, жүр, әкел. Етістік ары қарай мағынасына қарай көмекші болып бөлінеді. А. Еді, екен, емес. Де, бұған деп, десе, деген. Ет деген етістікте етті, жазда деген етістікте жаздады. Ары қарай бол, кел, кет. Объективті қатысына қарай етістік сал және сабақты болып бөлінеді. Салт етістік бар, кел, отыр, жүр. Сабақты етістік аш, жап, апар, бер, айт, сыз. Іс-әрекеттің орындалуына қарай етістік болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымды етістікке мысалдар айт, оқы, сыз, бар. Болымсыз етістікке айтпа, оқыма, жазба, немесе келген жоқ деген мысал. Құрамына қарай етістік дара болып бөлінеді. Күрделінің ішінде қосарлы, біріккен және тұрақты. Дара етістік, мысалы, бар, кел, көр, яғни осылай бір ғана етістіктен құралған сөздер. Күрделі етістік, мысалы, 2 немесе 3 сөзден құралған етістік, келіп, кет, апарып, қой деген сияқты. Қосарлы етістік, ойланып, толғану, жығыла, сүріне. Біріккен етістік апар, әкел, әпер. Тұрақты етістік таяқ жеу, жүрек, жалғау. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.